Қайырлы кеш. Жалпы бұл біздің бірінші сабағымыз питон тілінде жалпы олимпиадаға дайындық ретінде. Егер қиын болмаса, сұрақтарыңыз бар болса, үзіп қойсаңыздар да болады негізі. Бірақ мен екінші жартымды ол арнайы сіздермен жұмыс істегеннен кейін сол кезде сұрақтарыңыз жинап сол жерге қойсаңыздар мүмкін жақсы болар ма еді. Өйткені сабағымды бөле бермей дейін да. Жалпы бірінші видеоны мен кіріспе видео қойған болатын алдында. Оны қарасаңыздар, жалпы мен не жерге не өтетінін оны айтпай ақ қояйын. Жалпы бұл жерде сіздерге айтатыным ол сабақ, әркімнің сабақ екіге бөлінеді. Ол зумға байланысты. Бірінші зум және екінші зум ол кәдімгі ссылка, сол бір ссылкамен жүре береді. Онда бірінші сабағымыз бастайық. Жалпы енді сіздеріңіз питонды қаншалықты білетін, білмеген екен, мен жалпы бір нөлден бастаймын да, бірақ негізі сіздер біліңіздер, менікі программалау тілін үйрету емес, негізгі мақсат. Менің мақсатым ол сол олимпиада есептер, бізде көбіне мұғалімдер болсын, жалпы оқушылар болсын, олимпиада келген кезде қанша білсек те, мықты білсек те, олимпиада келген кезде дұрыс шығара алмай қалып жатамыз, немесе түсінбей жатамыз, не үшін қалай екен. Мен сол бойынша методика ретінде көрсетемін, жалпы қалай дұрысырақ, тезірек меңгеріп шығарғанға. Бірақ сол үшін мен сіздердің деңгейлеріңізді барлығына біртіндеп нөлден бастап үйрете бастаймын, бірақ бірден күрделіге кете бастаймын негізі. Егер түсінбей қалып жатсаңыздар, мен арнайы видео, питон бойынша арнайы видео 6 сабақта істеген болдым, содан да қарсаңыздар. Онда бүгінгі өтілетін сабақтар жалпы осы, 7 теманы қарап өтеміз. Ағай, кешіріңіз, сөзіңізді бөлуге бола ма? Уақыт ауыстыруға бола ма екен? Уақытты енді мен негізі былай, мен өзім Кореяда болғандықтан мен сіздерден 3 сағат алда жүремін. Мен қазір сағат менде 11. Сол үшін маған уақыт ауыстырған ыңғайлы. Бірақ көпшілік сіздерде енді барлық отпускіде емес, басқа не емес, соған байланысты болғандықтан мен кешке қойып отырмын. Онда мен былай істеймін. Бір форм не істеймін, бір ссылка жіберейін да, сол бойынша ыңғайлы уақытыңызды жазыңыз деген. Сол бойынша келесі сабақта айтармыз. Өйткені қазір көпшілігі қатысып та үлгерген жоқ, өйткені әлі қатыса алмай жатырмыз. Мүмкін соны толтырған кезде бір қорытындыға келерміз. Осылай айтсам ыңғайлы ма? Жақсы. Жақсы, онда мен жалғастырайын. Әзірше сұрақ жоқ қой басында, тағы да егер бар болса қойып алыңыздар. Жоқ. Так, мынаны мен үлкейтейін, масштабын сіздерге де. Ең алдымен қай тілде болмасын бастаған кезде кіріс және шығыс. Ол қай программирование тілі болсын, сондай кірістер, яғни сіздер программаға жазарда бір информацияны бересіздер, және ол программа өзі өңдеп бір нәтижені шығару. Яғни input output операция деп айтады. Питон тілінде print, кәдімгі print деген сөз ағылшын, кәдімгі баспаға шығару деген сияқты. Мен ең алғашқысы. Бұл жерде кәдімгі не жазамыз сол жерде. Бұл жерде мен бірнеше ерекшелігін айтып өтейін. Питон тілінде мына жерде тырнақша, 2 ретті тырнақша болсын, немесе 1 ретті тырнақша, ол маңызды емес. Бастысы ішіндегі осы нәрсе, текст осы тырнақшаның ішінде болу керек. Ал басқа тілдерде сәл өзгеше болуы мүмкін. Және екінші нәрсе, әрбір қатар нүктелі түрмен жабылу міндетті емес питон тілінде. Олай да болады, бірақ негізі питон оған қарап қалған жоқ. Біз не жазсақ, соны бізге нәтиже ретінде шығарып береді. Енді принтке мен әртүрлі түрде көрсетіп жатырмын, не жерде мынандай сан ретінде, немесе мынау кәдімгі тырнақшаның ішінде. Және осы принттің ішіне амалды да бірден орындап береді бізге. Және мынау мысалы біз алда өтеміз, бірақ сонда да алға бір жүгіретін өтсем, мысалы мынау А, Б, С деген әріптер болса, егер қосу болатын болса, бұл біртіндеп бірден сіздерге қосып өтеді. Мен мына жерде былай істей салайын, бәрін өшіре салайын. Нәтижелерін көрсетпей үшін. То есть мына жерде мынандай. Және міне. Енді бұл print, яғни біз не жаса, соны баспаға шығару. Біздерді баспаға шығару ретінде. Енді input.
Егер сіздер қазір бірден компьютерде отырсаңыздар, мен сіздерге ссылканы бере салайын мына жерде. Бұл ссылка бойынша сіздер бірден компайлер деп айтады, яғни онлайн компилятор. Сіз сол жерге кіріп тексеріп көрсеңіздер де болады бұл жерде. Бұны қазір біз екінші сабақта кәдімгі практикалық жұмыс істеген кезде осы жерде жұмыс істейміз. Осы ссылкамен кірсеңіздер де болады. Мен де бірден кіре салайын. Жалпы түсіндіре салайын жалпы жерге. Кәдімгі онлайн компилятор болады, мына жерде не жазасыздар, соны шығарып береді нәтижесінде. Бұл жерге бірден жаза берсеңіздер де болады. Енді input деген кәдімгі өзі аты айтып тұрғандай, ол кіргізу. Сіз не кіргізетін болсаңыздар, яғни ақпаратқа, соны кейін біз өңдеу керек болады. Мысалы, inputқа не жерге мен не жазсам да, мен өз атымды соны шығарып береді. Енді мысалы, атын кім берді? Яғни осы inpuттың ішінде де сіздер қандай да бір текстті айтсаңыздар, текстті шығарып береді. Мысалы, тура осыны сіз көшіретін болсаңыздар, не жерге көшіріп, или қойсаңыздар да болады. Яғни осы жерге қойып, жазып тексерсеңіздер де болады. Айтқандай, мынау сізде мынау үй тапсырмасы, мынау информация, ақпараттар сіздерде бар ма? Жалпы мен материалдар негізі сіздерге жіберген болатын. Қазір мен тағы да жібере салайын, болмаса не жерге. Жаңадан қосылып жатқандар да болуы мүмкін, сол үшін соларға да осымен бассаңыздар, сіздерге мынау неде материалдар дайындап қойған болады. Енді екінші нәрсе, жалпы бұл кіріс және шығыс бойынша. Екінші нәрсе, ең маңызды, жалпы программирование болсын, кез келген тілде болсын, бұл дата типтері және немесе variables, яғни кәдімгі айнымалылар. Бұл сіздерге мен қазір бұл негізгілері, бірақ мен көп жағдайда қолданылатындарын әзір айтып өтемін. Бұлар бізде integer, яғни бүтін сандар, және float бұл бөлшек сандар, list бұл уже массивке кетеді, және string осылар. Және одан бөлек бізде boolean бар, set және dictionary. Бұлардың бәрін бүгін негізгілерін өтіп өтеміз, кейін уже алдағы сабақтарда қалғандарын өте бастаймыз. Сонымен жалпы айнымалы деген сөз, бізде А деген ол айнымалы. Айнымалымыз А дегенді біз шығаратын кезде осы санды бізге шығарып береді. Яғни айнымалының мәні ол 123. Айнымалының атының өзі ол А. Сонда біз бұл не үшін керек? Кейін біз манипуляция жасаған кезде, есептер шығарған кезде біз қандай бір айнымалыға жіберіп отырамыз, соны біз қосып алған кезде. Айнымалы аттарын кез келген сөздермен беруге болады. Тіпті мысалы мынандай сияқты. Бірақ кейбір сөздер бар, ол бекітіліп қойған, яғни командада сіздер оны қолдана алмайсыз. Ол мысалы in болуы мүмкін, for, while. Осы секілді сөздерді сіздер айнымалы ретінде қарастыра алмайсыздар, оларды қолдана алмайсыздар. Оларды қолданған кезде бірден қате болады. Мысалы айтайық, жерде мен for деген бір айнымалды бердім, оны лупқа теңестірдім, біздерге қате екенін көрсетіп отыр. Сол үшін егер осындай сияқты қате болатын болса, сіздер ол айнымал атауында болуы мүмкін. Бірақ егер осыны сіз басқаша өзгертетін болсаңыздар, мысалы алдына штрих қойып немесе не қоятын болсаңыздар, ол кезде атын жазып береді. Немесе тағы бір мынандай жағдай бар, егерде бір айнымалы алдында қандай да бір сан қоятын болсаңыздар, ол айнымалыны сіздер дұрыс қабылдамайды, қате ретінде. Яғни айнымалы санмен басталмау керек. Қарапайым бір мысал ретінде. Айнымалы, яғни ABC, бұлардың қосқан кезде с-ға тең айнымалы. Бұл жерге өзі түсінікті шығар. Енді int деген ол бүтін сандар. Біз тек қана бүтін сандармен жұмыс істейтін болсақ, оларды int деп айнымалы аламыз. Мынандай сияқты. Мысалы, int өзін жазатын болсақ, бұл жерде 1-2 кәдімгі айнымалы ретінде. Енді мына жерде біз бұл тырнақшаның ішінде жазылатын нәрсе бізде ол string, ол яғни текст болуы мүмкін, немесе сөз болуы мүмкін. Егер сіз int деген қолданатын болсаңыздар, онда мынау тырнақшаның ішіндегі сандарды бұл бірден бүтін санға айналдырып бере алады.
Немесе integer деген сөз, мынау бізде бөлшек сандар бар дейді. Осы бөлшек сандарды біз бірден бүтін санға айналдырған кезде тек қана бастапқы бүтін сан ғана алып отыр. Енді мысал айтайық. Мына жерде мен мысалы кез келген бір санды берейін, 123 деген. Егер қарасаңыздар, мына жерде қате берді. Себебі мен енгізген саным ол қоса алмаймын. Сол үшін бізге мынандай бір, мысалы мен 123 деген сан бұл беретін болсам, оны мен міндетті түрде, яғни қосу, алу, азайту үшін міндетті түрде ол санды мен бүтін санға немесе қандай да бір нумерациялық неге типке келтіруім керек. Мысалы мен жерге 123 деген санды бердім. Ол кезде integer дегенді яғни конвертация жасады бүтін санға. Кейін оны 100-ге қосқан кезде бізге мынау кәдімгі математикалық амал беріп отыр. Немесе мынаны былай қысқаша былай жазсақ болады. Не жерге енгізсек болады, немесе мына бірден мына integer ішінде. Сонда мен мына жерге бастапқы кезде мынау қарап отырсаңыздар, integer және input оның ішінде. Яғни бұл жерде мен бірінші input орындалады, кейін ол жақшаның ішіндегі. Яғни біз айтқан кезде жақша ішіндегі жақша, одан кейін сырттағы жақшалар орындала бастайды. Сонда мен мына жерге 123 беретін болсам, онда бізге мынау a деген айнымалыға 123 бірінші кезде 123 текст ретінде береді, кейін оны integer бүтін санға айналдырады. Бүтін сан ол a деген айнымалы, мына жерде айнымалыға 100-ге қосып отырмын. Енді және мынандай нәрсе бар. Мысалы айтайық, бізге a дегеніміз ол 1000 деген санға бірақ қосу бар. Мына жерде айнымалы орындалып жатыр. Не үшін? Бірақ қарап отырсаңыздар, бір-біріне жалғап тұр деген сияқты ғой. Бір-біріне қосып тұр. Кәдімгі үстіне қосып тұр. Сол үшін бізге ондай нәрсе қателік болмау үшін біз бірден мынандай ескеру integer, яғни конвертация жасау керекпіз бүтін санға. Сонда бізге негізгі 2000 бұл математика амал дұрыс ретінде. Мысалы міне, мына жерде мен тағы да бір кішкене мысал ретінде көрсетіп өтейін. a деген бір бөлшек сан болсын, оны print жасап шығардым, бірақ мен бірден мына жерге integer. Бұл жерде мен сіздерге осымен integer деген нәрсемен тоқтаймын. Яғни integer деген тек қана бүтін бөлшектің, яғни бүтін санын ғана алады деген сөз. Енді бізге керек кейде болады бөлшек сандармен орналасу, бөлшек сандармен жұмыс жасау керек болады. Ол үшін бізде float деген негізі float өзі ағылшын, яғни бөлшек сандарды білдіретін float деген тип бар. Өзі жай ғана өзін шақыратын болсаңыз 0,0, яғни бұл бөлшек бәрібір 0 болғанмен ол бөлшек санды білдіреді. Мысалы біз 1 деген бүтін сан екенін білеміз, бірақ бұны float типіне айналдырған кезде ол өзі компьютер өзіне енгізген кезде бір бүтін деп алып отырады. Мына жерде мысалы былай. Және сол сияқты мынау санды, яғни текстті floatқа да айналдыра алады. Яғни конвертация жасалады. Сол сияқты мына жерде floatты мынау string, яғни тырнақшаның ішінде текстті мынау бірден floatқа айналдыра аламын. Мысалы, осы жерде мен жай ғана бір енді жалпы орындай алады бәрі. Енді келесі тип бізде string сөз, жол. Оны қысқаша str деп атайды. Яғни бастапқы 3 әріппен аламыз. Бұл жерде өзі шақыратын болсақ, ол тырнақшаның ішінде. Мысалы, мына жерде біз 123 деген бұл қандай да бір бүтін сан. Біз оны егер стрингге конвертация, стрингге келтіретін болсақ, онда мына жерде бірден бізге тырнақшаның ішінде, яғни ол текст ретінде алып отырады. Мысалы айтайық, мына жерде мен бірден кете салайын, мынандай. Сонда қосылған a деп алатын болсақ 123. Яғни мына жерде ешқандай тырнақшасыз, бірақ бұл жерде a дегеніміз бізде string типіне, яғни кәдімгі сөз типіне келтіріп отыр. Одан кейін мына жерде бөлшек сан бар. Бөлшек санды да бірден біз stringге айналдыра аламыз, оны тырнақша арқылы. Яғни string, мен бағана айтқандай, тырнақша бір ретті тырнақша болуы да мүмкін, немесе кәдімгі 2 ретті тырнақшада стрингмен келтіреді. Оның бәрібір айырмашылығы жоқ. Енді егер де мынандай стрингнің ішінде мынандай бір орындалған болатын болса, мысалы, және бұл кезде бірінші мынау жақшаның іші орындалып алады, одан кейін барып ол жақшаның сыртындағы орындалады. Яғни бірінші қосып алады, кейін барып оны стринг типіне айналдырады. Ал мына жағдайда, яғни бұның өзі текст ретінде болғандықтан, бұның өзін бірден осы шығарып береді. Осы жерге дейін сұрақ бар ма? Егер қойып алсаңыздар болады. Сұрақ жоқ болса, мен ары қарай жалғастыра берейін. Енді boolean деген сөз binary, яғни бұл жерде сіздер біліңіздер, біз адамдар жалпы барлық біледі, бірақ машина ол тек қана 0 және 1 деген ғана айнымалы 2 ғана санмен жұмыс істейді. Бұл деген сөз
шын немесе жалған деген сияқты. Сол үшін бұл компьютерге жалпы түсіндіру үшін немесе мысалы біз салыстырған кезде жалпы осы булион қолданамыз. Жалпы булион деген өзін шақыратын болсақ false алып береді. Бізге false, яғни жалған. Егер булион өзі бірді алатын болса, ол true'ді береді. Біз немесе булион өзін нөлді қойған кезде false, немесе өзін шақыратын болса, ол false'ді береді. Бізге жалған екен. Енді булион бұл көп жағдайда салыстыру кезінде немесе бір нәрсені іздеген кезде жалпы компьютерге айтасың, мысалы, сен мынаны іздеп, мені салыстыр, ол я жалған, не өтірік деген сияқты қылып шын, не жалған ретінде айтып береді. Мысалы айтайық, А деген бізге бірге тең, Б деген ол екіге тең. Екеуін салыстырған кезде біз компьютер айтады, А деген санымыз дейді, Б-дан кіші дейді. Яғни бұл жалған екен көрсетіп отыр. Бұл шын, екі бірден кіші ғой. Мысалы сол сияқты, екеуі де нөлден үлкен екен көрсетіп отыр. Мысалы мынандай, мына жерде қарап отырсаңыздар, А деген бөлшек санды беріп отырмын. Бірақ Б деген санды мен бүтін санға, яғни интеджер конвертация жасадым, бүтін санға, екеуін салыстырдым. Егер шындығында бұл екеуі тең емес. Не үшін? Себебі мынау бөлшек сан болғанымен А деген, бірақ интеджерге конвертация айналдырған кезде бұл тек қана бүтін бөлшегі алынады, яғни бір ғана. Сонда бұл жерде бір айтқан кезде бір мынау деген сан, мысалы 2-4, бұл маған тең ба деген сияқты сұрап тұрмыз. Сол үшін жалған болып отыр. Жалпы алған кезде мені көрсетіп отырмын. Енді мына жерде мен бірден салыстырудың түрлерін көрсетіп отырмын. Бұл үлкен, кіші, бұл жерде екеуі екі теңді қоятын болсаңыздар, бұл жерде біз сұрақ ретінде тең ба деген сұрақ. Немесе тең, кіші, осылай. Енді леп белгі тең деген сөз, біз жалпы математикада теңді жазып, орта үстінен теңнің үстінен ұратын едік қой, тең емес деген. Бұны бұл леп белгі және тең деген мен келтіремін. Сонда бұл тең емес деген мағынаны береді. Егер де қарайтын болсаңыздар, мына мысалға, мен мына екі мысалды алдым, яғни -100 мен оң жүзді екеуін салыстырып отырмын. Яғни бүкіл салыстырған кезде мынау екеуінің мәндерін, екеуі тең ба, тең емес пе, үлкен ба, кіші ма деген сияқты. Жалпы біліңіздер, осындай салыстыру кезінде осы 6 типін көрсетеді, яғни символдарын қолданады. Енді ең қарапайым математика амалдар. Бұны мен бірден айта салайын. Мысалы айтайық, бізде А деген 23, Б деген 6-ға дейін. Сонда, егер қарап отырсаңыздар, мен мына жерде бірден айттым, А деген 23, Б деген. Математикалық кәдімгі қосу амалы бар, қосамыз 29 екеуін қосқан. Алу бар, көбейту бар, және екі ретті көбейту. Бұл екі көбейтуді жазатын болсаңыздар, бұл жалпы дәрежесі екенін көрсетеді. Иә, сұрақ па? Жалпы дәрежесі екен көрсетеді. Яғни сіздер көбейтумен, бір көбейтумен, екі көбейтуді қойған кезде, бұл деген сөз А-ның, Б-ның дәрежесіне екен. Яғни 23-тің 6 дәрежесі. Бөлу бар, бөлудің екі түрі бар бөлген кезде. Жалпы бірінші бір кәдімгі бөлу, яғни егер бір бөлу болатын болса, бұл кәдімгі мынандай бір ұзағынан бөлшектеп бөлу бол. Егер де екі бөлуді қоятын болсаңыздар, онда бұл тек қана бүтін бөлікке дейін бөлу. Яғни, мынау екі бөлуді қойған кезде, бұл сіздер тек қана бүтін бөлігін алу керек болады. Енді сол сияқты бөлшек бөлігін бірақ қалдық ретінде алатын болсаңыздар, ол кезде сіздер процентті пайдаланасыз. Процент, яғни А-ның проценті. Бұл деген сөз А-ны, А деген санның 6-ға бөлген кезде қанша қалдығы қалады. Бұл жағдайда мысалы айтайық, 23-ке 6-ны бөлген кезде бізге 5 қалдық қалады. Егер де сіздер мысалы 24-ті алатын болсаңыздар, ол қалдықсыз бөлінеді ғой. Сол кезде мына жерде қалдықсыз ретінде көрсетеді. Яғни қалдығы 0 ретінде. Сол сияқты тексттермен жұмыс істеген кезде, яғни стрингтермен жұмыс істеген кезде, бұл жерде де кейбір шарттар орындалады. Яғни кейбір математикалық, бірақ ол басқаша көрсетіледі. Мысалы айтайық, қосу және көбейту бар. Бірақ қалай көбейтеді көрсетейін. Мысалы айтайық, А деген бізге сәлем бар, Б деген ол әлем деген сөздері болсын, және С деген бір қандай да бір 10 деген мән. Енді қараңыздар, А және Б-ны қосқан кезде екеуін қосып бір текст ретінде шығарып берді. Енді қараңыздар, А-ны деймін, мен көбейтем 10-ға. Яғни сәлем деген сөз мен бірнеше рет, яғни 10 рет көшіріп бердім. Бұл кейде ыңғайлы болады, сіздерге бірден бәрін көшіріп циклға, яғни циклға көбіне
кәдімгі циклға салмас үшін бірден жай ғана көбейте салсаңыздар, осы мәнді сіздерге бірден шығарып береді. Яғни былай айтқанда сәлем дейді. Енді бесінші нәрсе string. String деген ол кәдімгі біз айттық, осылармен манипуляция, яғни осының операциялары бар. Мысалы, ең біріншісі бұл индексация дейді. Мысалы айтайық, S деген бізге Қазақстан деген бір текст болсын, сөз болсын. Оның len деген нәрсе бұл ұзындығы, length деген сөзден шыққан, жалпы len деген кезде бұл осы S-тің ұзындығын көрсетеді. Яғни біздің ұзындығымыз, мына Қазақстан деген сөз, бұл 10 әріптен, немесе 10 әріп емес, бұл жерде 10 символ ретінде түсіңіздер. Мысалы, мына жерде әріп дейміз, мына жерде мынандай сызықшалары болуы мүмкін. Сол кезде ұзындығын қарайтын болсаңыздар, бұл 13, бірақ бұл әріп емес, бұл символ. Яғни len бұл бүкіл сол текстегі S деген стрингнің символдарының ұзындығын айтып береді сіздерге. Символ бір пробелді де қабылдай береді, пробелді де, мысалы, не жерге пробелді де алатын болсам, бұл жерде де бұл пробелді кәдімгі, әр пробел бұл бір символ, яғни бір нені қарап өтеді. Сонда пробел бәрі ұзындығы ретінде. Мысалы, А деген бір кез келген бір сан нәрсе беремін. Мысалы, сәлем әлем Қазақстан. Жалпы сәлем әлем, бұның бүкіл біз енгізілген инпутты, егер де инпут енгізілетін болса, ол бірден текст болады. Сол үшін ұзындығы А-ның ұзындығын шығарып берді. Сонда мынаның ұзындығы бізге 23. Енді индекс. Индекс деген сөз кәдімгі реті бойынша. Бірақ біз жалпы санаған кезде бірден бастайтын болсақ, индексация әрдайым енді Python тілінде 0-ден басталады. Кейбір тек қана бір-екі тілде бар, ол бірден басталады. Бірақ C++ болсын, Python болсын, барлығы да 0-ден басталады. Яғни, енді осыны қарайық. Мысалы, Қазақстан деп сөзді алдым, ұзындығын алдым. Бұның өзін шығардым. Енді S0 деген сөз K-дің әріпін берді, символ. Бірінші, A, N, және одан кейін мына жерде -1-ді алып отыр. -1 деген нәрсе, егер бұл осы символ, осы сөздің, осы стрингнің соңынан санағанда біріншісі. Соңынан санағанда 0 деген нәрсе жоқ, себебі соңынан санаса 0-де ол алдыңғы 0-ді береді. Сол үшін сіздер -1 деп соңғы әріпті алу үшін -1, яғни -1-ді қойған кезде сол сияқты мына жерде мен айта салайын. Мысалы, бізге -3-ті берік. -3 деген сөз соңынан санағанда 3-ші символ. Сонда қарасаңыздар Т әрпінде алып беріп отыр. Мына жерде мен Астана деген сөзді, осы Қазақстан деген сөздің ішінен шығарып беріп отырмын. Бұны қалай істедім? Егер қарасаңыздар, соңынан санадым, -3 не жерге мынаны. Бірақ оны алда қазір өтеміз не жерде. Бірақ біліңіздер, мына жерде -3, яғни мынаның өзін мен жеке алайын. Немесе не жерге қоя салайын жалпы, түсінікті болу үшін. Егер мынандай сияқты болатын болса, бұл соңғы символы -3-тен ары қарай, соңына дейін. Яғни Қазақстан деген -3 соңынан санайды да, до конца барады. 0-ге, яғни соңғысы әріпіне. Сонда бізге таң деген шығарып беріп отыр. Бұны слайсинг дейді. Слайсинг кәдімгі бөліктеп кесу. Бұның бірнеше жалпы түрлерімен бар. Жалпы қарасаңыздар, Қазақстан деген сол сөзді алдым. 0-ден 6-ға дейін. Яғни мен қазақ деген сөзді алып отырмын. Немесе 0-ді алмай-ақ, не жерде бірден алсаңыздар болады. Яғни мына жерде 0-ді көрсетпей-ақ бірден алсаңыздар. Және print. Алттан ары қарай. Яғни Қазақстанды шығардым, кейін стан деген сөз шықты. Немесе -4 деп алдым, соңғы станды шығарып бердім. Енді reverse деген нәрсе кәдімгі осы сөзді символдармен жазылған, осыны соңынан шығарып беру. Егер қарасаңыздар, міне 2 үтір қойдым, не жерде мынандай нәрсе бар. Егер де мына нәрсені мен осы жерде шығаратын болсам, S-тің өзін жазыне, немесе былай жазыне екеуі бір нәрсе. Бірақ егер де осы 2 қос нүктеден кейін мына жерде бір қандай да бір сан болатын болса, әсіресе -1 болатын болса, тура осы санды керісінше шығарып беріп отыр. Енді мысалы қарасаңыздар, мына жерде print. Онда мынандай сұрақ болуы мүмкін. Мақұл, ол -1-ді тек қана минус ғана қабылдай ма? Жоқ. Егер де 2-ні қойса, мысалы, 2-ні қойсаңыздар, бұл жерде әрбір, яғни біреуін санап секіріп отырады. Әр екіншісіне келіп отырады. Сонда қарасаңыздар, біріншісі K болады, кейін Z,
сонда нәтиже бізде әрбір біреуін тастап секіріп отыр. Сол сияқты -2-ні де алайық. -2-ні алған кезде, соңынан бастаған кезде -2-ден бастап секіріп отырады. 3-ті қойсаңыздар 4. Яғни бұл жерде маңызды емес. Жалпы айтайын дегенім, бұл жерде мына жерде 2 қос нүктеден кейін ол қалай алу керегін көрсетеді. Енді upper деген нәрсе бар. Upper деген нәрсе, мысалы, кәдімгі жалпы үлкен деген сөз ғой бұл. Ағылшыннан аударатын болсаң. Егер біз бастапқы текстіміз Қазақстан деген тек бірінші әрпі ғана үлкен әріп болса, соңғы әріптер кіші әріпте болса, біздер бірден үлкен әріпке айналдыру үшін жай ғана осы S нүкте upper деп жазатын болсақ, бізде осы берілген тексті бірден үлкен әріптерге айналдырып береді. Сол сияқты, мысалы айтайық, Астана деген сөз үлкен әріптер болса, оны lower деп жазады. Кішіге айналдырып беріп отырады. Сонда мына үлкенді кішіге бірден айналдырып отырады. Сол сияқты capitalize деген нәрсе бар. Бұл деген сөз кәдімгі біздің бас әріптермен бастап береді. Мысалы айтайық, Астана деген барлығы үлкен әріппен, Қазақстан деген барлығы кіші әріппен. Бірақ capitalize деп жазатын болсақ, ол кезде осы S деген және T деген тексті бірінші әрпін үлкен әріп қылып беріп отырады. Енді мынандай сұрақ болуы мүмкін. Мына жерде пробел болса не болады деген сияқты. Ол кезде үлкен әріп, яғни пробел ешқандай әріп болмағандықтан бұл жерінің бәрін ауыстырған жоқ. Сонда мына жердегі әріп болмағандықтан, яғни біріншісі символы әріп болмағандықтан оны сол күйі қалдырды, қалғандарын кіші әріпке айналдырды. Енді мынандай, бұл не үшін қажет? Мысалы айтады, кейде болады, бізде есептерде, олимпиада есептеріне келген кезде әртүрлі текст болады да, солардың тексттердің негізі ұқсастықтар бар ма деген сияқты сұрақ болуы мүмкін. Егер мен мына жерде ABC деген түрлі мәндер алдым да, текст алдым. Үлкен әріпі бар, кіші әріпі бар. Осыларды салыстырдым. Егер салыстырғанда қарасаңыздар, мына екеуі тең ба деп салыстыратын болсам, үшеуі де тең емес. Былай айтқанда, шынымен үшеуі тең емес. Бірақ егер де біз үшеуін де lowerге айналдыратын болсақ, яғни кіші әріптерге бір типке айналдыратын болсақ, онда қарап отырсаңыздар, нәтиже барлығы true. Яғни үшеуінің де типтерін кіші әріптерге айналдырған үшеуіне типтері бірдей болды. Бірақ бұл жерде біз тек қана методты шақыру арқылы. Енді қарасаңыздар, мына жерде мен тексттің өзіне бірден lowerді жалғадым. Яғни осы текстке бірден lower қойған кезде, сол кезде мына жерде нәтиже, яғни біздің нәтиже бізде мынандай текст бар еді, оны lowerге айналдырған кезде, міне шыққан нәтижеміз мынандай болды. Сонда барлығы шынайы, true екен көрсетті. Енді бізде split деген нәрсе бар. Split деген сөз жалпы ағылшында аударған бөліп, яғни пробелмен бөлесті, жалпы бөліп отыру. Көп жағдайда сплиттің өзі ғана қойылатын болса, мына жерде қарайтын болсаңыздар, мынау пробел болғандықтан, мына жерде пробел, яғни пробелден бөліп отыр. Біз алда енді лист деген нәрсені келесі сабақтарда өтеміз, бірақ мынаны біліңіздер, бұл бөліп отыр. Так. Не жерге түсінікті ме? Split дегенді айтыңызшы, қалай дұрыстап түсіндіріп. Split деген нәрсе, сізде мысалы текст болатын болса, бір ұзақ стринг болсын да, ұзақ. Мынандай ұзақ бола берсін. Бірақ сіздерге осыны әрбір пробелмен бөліп отыру керек болады. Мен осы жерден бірден былай жасасайын, сол кезде қанша пробелді мынаны мен қайтадан алып. Міне мен мынаны былай істеймін. Қараңыздар. Мынандай үлкен бір текст бар еді, осы текстті мен бөліп отырмын. Яғни бөлген кезде пробелмен бөліп отырмын. Бөлген кезде мынандай сан шықты. Бұның ұзындығы, яғни пробелмен ұзындығы мына жерде 9 сөз шығып отыр. Мына жерге түсінікті ме? То есть пробел болған кезде. Бірақ сплиттің ішіне, мысалы мынандай бір символдар қойсаңыздар, мысалы мына жерде мынандай сөз берсін дейді. Қазақстан арасында сызықша дефис. Егер сплитті көрсететін болсаңыздар, ол кезде әрбір дефис арқылы бөліп отыр. Сонда қарап отырсаңыздар, әрбір дефис болған жерде осыны бөліп отыр. Сол сияқты А деген символды да қойып отыр. Мысалы қарасаңыздар, мына жерде қай жерде А кездесіп отыр, осы Адан бірден бөліп отыр.
бұл жерде бір ғана символ болу міндетті ма деген сұрақта болуы мүмкін. Мысалы, бір ғана жоқ, бұл жерде сөз де болуы мүмкін, бір текст болуы мүмкін. Сол текст арқылы, мысалы, мына жерде АКХ деген мына жерден бөлеміз деп айтып отыр. Сонда қарасаңыздар, каз так, мына жерде енді мен мына жерге келген болатын, пробел болған кезде, яғни біз білдік, егер сплиттің ішінде ештеңе болмаса, онда ол жерде пробелмен автомат түрде пробелмен бөліп отыр. Бірақ біз сплиттің ішінде мынау қандай да бір символды, қандай да бір нені әріпте көрсететін болсақ, сол әріптен бастап бөле бастайды. Егер ол әріп болмаса, мысалы айтайық, мына жерден сплит деп шықты ғой, бірақ мен осы жерде мынандай бір сызықшаны қояйын. Сызықшаны, жалпы осы жерде бізде мынандай текст жоқ қой, бірақ қарасаңыздар, егер міне сол кезде бұл ешқандай бөлінбеді. Яғни бұл деген сөз бізде сызықша болмағандықтан бұл жерде бөлінген жоқ. Сол сияқты мен айттым, текстте болуы мүмкін, осындай сияқты бөлінген. Енді мысалы екі сөз берсін, мынаны біз білеміз. Егер де мысалы мына жерде ешқандай пробел жоқ, мына жерде де пробел жоқ. Бірақ егер А және Б деген бір сөз беретін болсақ, ол екеуін қосатын болсақ, екеуінің бірден қосылып кетеді арасы. Сол үшін біз былай пробелді көрсету керекпіз. Мына принттің ішінде, мына қосу принттің ішінде көрсету керекпіз. Немесе мына жерде жай былай қойсаңыздар да, бұл жерде көрсетесіздер. Бір минут мына жерде ссылкамен кіре алмай қалдым. Енді мынандай болуы мүмкін. Мысалы, бізде мынау бір ғана, екі ғана сөз бұл оңай да, былай қосу. Бірақ одан оңайтылған жолы бар. Бұл join деген нәрсе бар. Енді join'ді өтеміз. Join деген сөз, егер ағылшын сәл білетін болсақ, join деген жалғау деген сөз ғой, жалғау. Сәлем және әлем деген бар. Осыны біз жалғаймыз. Бұны былай қарайтын болсаңыздар, мына join'ді қолданған кезде бірден мынандай тік жақша болады да, ол лист болады, осы екен сөзді көрсетеміз де, осыны жалғаймыз. Сонда мынандай біз жеке-жеке былай қосып отырмай, бірден былай бір ғана команда арқылы мына жерге көрсетсек, егер де мынау тырнақшаның ішінде біз көрсетпесек, пробел бар екен, онда бірден екеуі жалғалып қалады. Егер де арасын пробел қоятын болсақ, онда мынау арасын қалай жалғайын, арасына не қояйын деген мақсат join деген сөз. Егер де мысалы мына жерде сызықша қойсаңыздар, былай немесе мына жерде сөз жазсаңыздар болады. Яғни осының арасын былай тырнақша мына жерде қалай жалғайтындығын көрсетесіз. Міне, join. Бірақ көп жағдайда жай ғана пробел арқылы қойып, осы жерде join арқылы қолдансаңыздар болады. Мысалы айтайық, бізде мынандай бір текст берілді, тырнақша, сызықша арқылы. Бірақ біз оның несін алып тастап, сызықшасын алып тастап, оларды қайтадан пробел жалғау керекпіз. Бұл не деген сөз? Не жерде мен бірден былай қоя салайын тағы да. Қарап отырсаңыздар, бастапқыда менде мынандай текст болды. Мен оны бөлдім де кейін join арқылы, мына жерде join арқылы пробелді қою арқылы көрсеттім. Яғни мен мына форманы мынандай кейіпке келтірдім. Және бір нәрсе бар, мына жерде мына т-ны мен ешқандай тік жақша қойған жоқпын. Себебі бұл жерде өзі мына бөлген кезде сплит бөледі, бұл тырнақ, яғни тік жақшаның ішіне, яғни оны лист деп айтамыз, соны бөледі. Бұны листтерді біз алдағы сабақтарда өтеміз, бірақ сіздерге join'ді мен түсіндіріп жатырмын. Join алдағы сабақтарда әлі де болса join'мен жұмыс істейміз, бірақ бүгінгі есептерде мүмкін join'да кездесіп қалуы мүмкін. Сол үшін сіздерге түсіндіріп жатырмын. То есть, мына жерге дейін сұрақ бар ма осы туралы? Жоқ. Хорошо, онда ары қарай жалғастырамын. Жалпы түсініп жатсыздар деп үміттенемін. Енді sorted деген сөз. Sort ол енді қарапайым түсінсек болады, және сорттау. Қазақстан деген сөзді біз сорттаймыз. Қарап отырсаңыздар, Қазақстан деген сөз бар, оны сорттағанда мына жай ғана с деген сине қойдық, оны сорттадық. Сорттаған кезде мынау print. Сонда бізде мынау сортталған түрі шығарып береді. Түсінікті ме? Енді
сол сияқты біз мына join'ды қолдандық және сорттадық және сонда біз мына сөзді сорттаған кезде сортталған текст шығардық. Сонда мына Қазақстан деген сөздерде мынандай өсу ретімен, яғни өсу ретімен болғанда, мынау үлкен кей әріпі бұл кіші әріптен кіші. Мына жерге мен бір нәрсені жалпы көрсете салайын. Мысалы айтайық, үлкен әріп және кіші әріп салыстырған кезде екеуі де бір әріп болғанмен кейін, бірақ мынау үлкен әріп және кіші әріп екеуі жазылулары басқа, өзінің орындары басқа болғандықтан, яғни Б үлкен, яғни мына Б деген үлкен сан. Бұны кейін әлі де өтеміз, бірақ біліңіздер, үлкен әріптілер барлығы кіші әріптерге қарағанда басында жазылады. Былай айтқан кезде, мынау мысалы 0 деген сан 0,1 болатын болса, мына жақта 100, 120 деген сияқты түсініңіздер. Енді мысалы айтаңыз, мына жерде мен С деген біз білдік сплит, мынау сызықша арқылы бөлдік және оны сорттадық. Сорттағаннан кейін қайтадан біз жалғадық. Енді қарасаңыздар былай. Мынау сорттаған, мына жерде мысалы мынау сөз бар еді. Біз менің бір рет көрсеттім мынаны. Мынаны сіздер сәл түсініксіздеу болмас үшін мен былай істеймін. Қайта жазам көрмеу үшін. Пока мен қоя тұрайын, кейін қоямын. Мені қараңыздар, бұл не деген сөз? Мына Т деген қандай бір айнымалы, бұны сплит, яғни мынаны бөлген кезде, дефистерін алып тастаған кездегі принт жасалды, және оны сортталған түрі. Сонда қарап отырсаңыздар, S әріпі, бұл жерде мен әріптерді емес, әріптерден бөліп сөздерді де жазып отырмын. Мысалы айтайық, мына жерде сәлем және әлем, бұл жерде әріптерді. Егер айтайық, мынандай да бір мысал қоя салайын, мына жерге сіздерге түсінікті әлем деп жаза салайын. Осыны сорттайды. Егер қарап отырсаңыздар, мына жерде А деген үлкен әріп және кіші әріппен екеуін де салыстырған кезде кіші әріп былай жазылды. Сонда бұл сортталған күйі. Арасында ол өсу реті, алфавиттің өсу реті бойынша сортталып тұр ма? Өсу ретімен сортталып тұр. Бірінші үлкен әріптелер сортталады, кейіннен барып кіші әріптелер сортталады. Мына жерге мен былай мысалы қоя салайын, мына жерге. Мен әртүрлі әріптер араластырып жаза берейін. Осыны сорттайық. Егер қарасаңыздар, не жерде пробелдер де бар. Пробелдер барған кезде бұлардың басқа әріптердің алғашқы кезде орналасады. Одан кейін сандар орналасады. Одан кейін символдар орналасады. Одан кейін үлкен әріптелер орналасып жатыр. Одан кейін барып кіші әріптер басталады. Егер қарасаңыздар, бәрі алфавит бойынша сортталып жатыр. Жалпы түсінікті ме? ASCII код бойынша ма? Ау, қалай? ASCII код бойынша. ASCII код бойынша. Оны мен келесі сабақта өтейін ASCII код бойынша. Себебі қазір бірден ауыр болуы мүмкін, болып кетуі мүмкін. Бірақ сіздер былай сорттау. Ау? Бір сұрақ айтып жіберіңіз. Сорт пен сортеттің айырмашылығын айтып жіберіңізші. Қандай? Сорт пен сортет деген айырмашылығы. Сорт бұл дайын бір класспен шақырылған. Бұл мынандай да орындалады. Біз алда листті қоямыз да, мен не жерін көрсете салайын. Мысалы айтайық. Негізі жақсы сұрақ қойды. Сорт деген бар, мынандай бар, және мынандай сорт деген бар. Екеуінің айырмашылығы. Көп жағдайда екеуінің айырмашылықтары жоқ, бірақ мынау жағдайда бізде айырмашылық керек болады. Мысалы, А деген не жерде мен әдейі дұрыс.
міне бірінші айырмашылық жазылу ретінде. Егер қарасаңыздар, мына сортты біз мына жерде біз былай жазған болатын, сорт ішінде. Ал мына жерде біз өзінде істейміз. Сонда мынау біз бастапқы мәнін аламаймыз. Бастапқы мәнін аламаймыз. Ал егер де мына жерге тағы мысалы келтірсек, тура осы мысалмен алайын да, түсініктілеу болу үшін. Егер де қарасаңыздар, мына жерде сортталмаған, хотя біз сорттадық. Бірінші методы ол аның өзін ішінде сорттайды. Екіншісі жазылу ретінде. Тағы бір айырмашылығы бар, ол мына жерде айырмашылығы бар, көрсете салайын. Мысалы, мынандай бір текст болсын. Осы кезде бұлай сорттай алмайды. Ал біздің жағдайда бағанағы не бойынша, егер бұны біз сорттасақ, ол енді сорт, егер былай істейтін болсақ, сорттайды. Қайта болып тұрмын. Мұны былай істесе сорттайды. А егер мынандай қылып жазатын болсам, ол кезде қате қылып береді. Түсінікті ма? Бірақ бұны негізі бұл сортты біз массивтерге келген кезде келесі сабақтарда қайта өтеміз. Өйткені ол жерде қолдану керек болады. Көшерге дейін сұрақ бар ма? Ау? Сұрақ жоқ болса, жалғастыра берейін. Енді мына жерде мен жалпы бір сыпыра былай көрсеттім. Нені түсіндіріп өте салайын, бір реттен. Мен мына текст алдым, оны мен дефис барынан бөліп тастадым. Және оны сорттадым, кейін оны қайтадан жалғадым да, оны мен принтке шығарып отырдым. Сонда мынау біздің бастапқы версиямыз осындай болса, сортталған версиясында мынандай болып шықты. Бұны бір қатармен былай жаздым. Бірақ одан да бір қатармен былай жазсақ та болады. То есть мынаны мен бір қатармен былай жазсам да болады. Бірақ бұл жерде оқуға түсініксіздеу болып қалуы мүмкін. Енді келесі операция бұл if else, яғни шартты қолдану операторлар. If else көп жағдайда, бірақ одан бөлек if else деген нәрсе бар. А дегеніміз бізге 10 деген сан бар. Б дегеніміз -2 болсын. Екеуін мен салыстырамын. Бұл енді true false-ға байланысты. If A үлкен Б-дан болса, онда А саны үлкен, немесе, яғни басқа жағдайда баспаға Б саны үлкен шығады. Яғни біздің жағдайда А саны үлкен, себебі 10 -2-ден үлкен деген шарт қойылды. Соны шығарып беріп отыр. Екінші нәрсе, бұл жерде elif көп жағдайда 3 шарт бірден қолданылады. Бірінші мынау шарт, егер ол шарт орындалмаса, мынау шарт, немесе мынау шарт. Осы сияқты кете берді. Немесе мына жерде басқа да жағдай көп нәрселерді қолдансақ та болады. Мерде мысалы мен бірге тең. Енді мен мына жерде не түсіндіріп отырсың? А деген біз енгізетін сан. Мына жерде былай болды. Мына жерде шықты, кез келген сан енгізіңіз, яғни инпуттың санының ішінен мынау шықты. Одан кейін біз сан енгізетін сан шығады. Ол санды кейін барады int, яғни мына жерде біз айттық string шығады, бізде текст болады, тырнақша. Оны конвертация жасайды бүтін санға, сөйтеді де ол аңға, айнымалға теңестіреді. Сөйтеді де біз бірінші шарт қараймыз. Қарап отырсаңыздар, 123 0-ден үлкен оң сан шықты. Мына жерде барлық жағдай орындалмай қалуы мүмкін, себебі әрдайым бізде мына жерден мен былай істей салайын, сол түсініктілеу болу үшін. Міне. Жалпы мені былай бейткен ғой, мына жерде бірден үлкен деп. Мысалы мен 123 саны беретін болсам, бірінші шарт орындалды. Енді мен бұл бірінші шарты орындалмайтындай қылып, мен екінші шарты орындау үшін мен 0-ді беру керекпін. Сонда қарап отырсаңыздар, мына 0-ді береді. 0-ді берген кезде 0 деген сан шықты. Өйткені бірінші шарт орын қарады, бұл 0 деген сан бірден кіші ғой, бұл шарт орындалмайды. Одан кейін салыстырады. Мына жерде 0-ге тең ба? 0 шықты. Сол сияқты. Енді мына жерге мен 1-ді берейін. 1-ді берген кезде бірінші салыстырды, мынау шарт қанағаттандырмады. Одан кейін мынаны салыстырды.
одан кейін барып а деген бірге тең деген сан. Содан ойлам бөлек мен минус сандарды алайын. Минус санды бергенім, сонда бүкіл шартты тексеріп шықты да, ең соңында elif жоқ, бірақ else басқа жағдайдың барлығында теріс сан деп. Егер қарасаңыздар, менің шартым бойынша бірден үлкен барлық сан ол оң сан, 0 және 1 және 0 1 деген сан болмаса, онда мына жақ ол теріс сандар деп. Осы жерге дейін түсінікті ма жалпы if else бойынша? Бұл негізі қиын емес, бұл түсінікті. Енді Boolean дейді, логикалық операциялар. Логикалық операция деген нәрсе, бұл сәл түсіну қиын болғанымен, бірақ мен түсіндіріп көрейін, ол оңай. Мысалы, and деген нәрсе, ол және деген сөз алды. Не жерде айтқандай, мен мына нәрсені бірсыпыра көздеріңіз үйрене берсін. Кейде сіздерді әрдайым былай жазу керек болады, мысалы. А тең, мысалы, А тең 12, Б тең 53, С тең минус 3 деп. Бірақ сіздер не жерге айнымалылар, қанша айнымалы беретініңізді көрсетіп, және былай жазасаңыздар, олар бірден мүмкін болады. Яғни, мынандай жазған кезде, сіздер үтір арқылы қойған кезде, бірден мынау жазбай, былай жазбай, бір теңнен кейін бәрін осылай жазсаңыздар болады. Бұл тура сол, просто мына версиясы, мынаның версиясы, мына қысқаша түрі жазған кезде. Көп жағдайда олимпиада есептерін уақыт үнемді пайдалану керек болады жазған кезде. Сол кездерде пайдалану. Қазірше былай қолдансаңыздар да болады. Мен бұны тырнақша ретке қоясың. Енді мені end деген не үшін қажет? Мысалы айтайық, егер де екі шарт бірден қарау керек болса, мысалы айтайық, мына жерде біз мынандай 3 сан берілсе, бізге осыларының ішінен максимум санын береді. Негізі оңай жолда бар, максимум деген функцияны методты шығара салып, бірақ сіздер өздеріңіз жазу үшін, яғни өздеріңіз, мысалы осылардың ішінен үлкен санын қалай табамыз? Егер де а деген санымыз бұдан үлкен болса, және осы а деген сан с санынан үлкен болса, онда біз осы үлкен сан болғандықтан бізде максимум а деген сан. Немесе elif б санын қарайық. Б сан адан үлкен және б сан с-дан үлкен болса, онда біз үшін б сан үлкен сан болады. Сол сияқты с сан. С саны адан үлкен болатын болса, және с саны б-дан үлкен болатын болса, онда с саны шығады. Бұдан басқа else деген жағдай бар, максимум сан бірнешеу. Мен мына мысалды аласайын. Қарап отырсаңыздар, міне 53, яғни біздің жағдайда б санымыз. Мен осы жерде, мен былай осының орнына, мен тура осының өзіміз енгізетін қылып істеймін. Өзіміз енгізген кезде қалай істеуге? А, Б, С. Бірақ бұл жерде map қолдану керек болып қалады, бірақ жарайды. Input .split деп жазу. Жалпы мен бұны мапты алдын ала өтем, келесі сабақтарда өтем, бірақ мына жағдайда мен өзім енгізетін болғандықтан осыны ABC-ге бірден енгіздім. Map деген сөз мынаның ішін бірінші мына жақтан бастайық. Үтірден мына соңында. Яғни бірінші біз input көзге түседі. Input, одан кейін бұл жерден біз білеміз текст енгізіледі. Бұл жерде текст енгізіледі бізде. Текст енгізілген кейін split біз білдік, оны бөліп тастайды пробелмен. Сөйтеді, map'тың құдіреттілігі осы бөлінгендерді бірден типке, датаның типіне айналдырады. Бұл жағдайда интеджерге бірден айналдырып отырады. Не жерге float қойсаңыздар, string қойсаңыздар болады, бірақ осы жағдайда сізге бірден ABC деген санды бүтін санға айналдырып отыр. Енді өзіміз енгіземіз. Мысалы 12, мен өзім айтайын, мысалы 23, мынандай сан берейік. Сонда бізге үлкен сан мынандай бер. Тағы да істеп көрейін. Сонда мынау программа бірнеше рет өзіміз енгізгенде. Мен айтайын 12 мынандай санды берейін, мысалы 34 болды. Бірақ барлығын бірдей қылайын, немесе былай істейін. Бұл кезде қалай болады? Бізде мынау шарт қанағаттандырып, себебі максимум сан бірнешеу болып тұр. Максимум сан бірнешеу болып тұр. Немесе бұны қысқаша былай жазсақ та болады. ABC деген кезде мынаның print, мына жерде бұны қысқаша болғанда бұл түсіндіреді. Мынау жағдайда false, яғни жалған, яғни
12 деген санды алады, бірінші салыстырады. Бұл жағдайда кіші, яғни жалған. Мына жерде шын. Өйстіп көрсек болады. Негізі n-ті сіздер оңай түсіну үшін n деген арасында болатын болса, көбейту деп түсініңіздер. Логикалық көбейту. Оны қалай түсінсек болады? Егер де f деген 0 болатын болса, t деген 1 болатын болса, біз екеуін көбейткен кезде, міне, мынандай болады ғой. Мысалы, f деген біз біліңіздер, ойша 0 деген санды береміз. T деген ол 1. Осыларды көбейткенде қалай болады? Бұл f деген көбейткен кезде мынау 0 болады, 1 болады, және 0 болады. Сонда, егер мынаны былай түсінсеңіздер де болады да, сонда. Егер false және true екеуін көбейткен кезде, false жеңіп кетеді, false деген біз 0, true дегеніміз ол 1. Екеуін көбейткен кезде бұл жерде 0 жеңіп, яғни 0 болады. Мына жерде true, екеуді 1-ді көбейткен кезде, ол бізге 1-ді береді. Сол сияқты. Мына жерге дейін түсінікті ма? Окей. Я, жалпы n деген нерде шығатын болса, жалпы былай жазылу реті осындай болса да, бір өзіңіз ойша бұл көбейту ретінде түсінсеңіздер болады. Енді қосу деген нәрсе бар, ол логикалық or, немесе or деп айтады, ол немесе деген сөз ғой. Мен бірден осы жерден бастайын, f және 0. Логикалық қосқан кезде деген сөз ғой. Егер де 0 мен 1-ді қоссаңыздар, мысалы, 1, 2, енді 2 дегенде ол 0 емес екенін түсінсеңіздер болады, өйткені 1-ге 1 ол жалпы 0 емес болса, ол жалған, 1-ден үлкен сандар болса, онда бұл бізде true деген мәнді береді. Біз енді математикалық қосылса қосыла береді ғой, бірақ 0 болмаса болды да. Яғни or деген шығатын болса, онда екеуінің біреу, яғни мына жерде бізде тура сол мысал қарайтын болсаңыздар, екеуінің біреуі орындалса болды деген сөз да. Екеуінің біреуі орындалса болды деген сөз. Екеуінің орны n қойылады. Ана жерде бізде n қойылса, мына жерде or қойылып отыр. Сонда яки мына орындалады, яки мына орындалады. Мен мына жерге дәл мынаны қайтадан өзіміз енгізетіндей қылып жазылсай, жалпы осыны. Өзіміз енгізетіндей қылып. Мысалы 100, мынандай сан. Егер қарасаңыздар, мына жерде а саны шығып отыр, себебі екеуін салыстырды, үлкен саны шықты. Or болғандықтан мына жерге бұнда салыстырады. Мысалы салыстырған кезде, мынаны салыстырған кезде, бұл мынау кіші болса да, бірақ мына шарт орындалғандықтан бұл шығып отыр. Бұл жерде негіз таблицада бар, бірақ таблицада мынандай таблицаны түсінсеңіздер болады, мына жер почти көбейткен кезде екеуі де бірдей болған кезде ғана бір шығады, қалған жағдайында барлығында 0 шығады. Ал қосу болған кезде, яғни логикалық or болған кезде, екеуі де жалған болған кезде ғана жалған болады, қалған жағдайдың барлығында шын болады. Болды, осыны ғана білсеңіздер болады. Бұдан да басқа логикалық нелер бар, негізі операциялар бар. XOR деген бар, басқа, бірақ негізі қолданатыны осылар. Өшергейден түсінікті болса, онда сіздер үшін мынандай бір есеп. Егер мүмкін болса, дауысыңызды мені мют қойсаңыздар, аудионы, егер сұрақ болмаса, да? Ағай, мана ғана ойер мен n-тің қасында тұрған not деген ба, терістеу деген ба, үшіншісін айтпадыңыз? Қайсы? Науы? Ана, соның басында ағай, ана n пен ойерді өттік, үшінші несі қандай еді? Бұл etc деген, бұл кете береді деген сөз. Бұл мен енді негізі одан басқа бар дегенім ғой, одан да басқалар бар. etc деген сөз, ол ағылшыннан кете береді, и так далее деген сөз ғой негізі. Мен оны жазбай қойын. Просто not деген бар ма ағай, терістеу деген? Not деген де бар, олардың бәрі. Бірақ мынау шартқа, нотты да айтсақ та болады негізі. Ноттың жағдайы өте оңай, ол керісінше деген сөз ғой, яғни ол жағдай деген сөз. Нерде мені көрсете салайын, мына жерде. Мысалы, а дегеніміз 0 болсын. Енді бете салайық. Бұл жазылу реті. Мен бірден былай жазсам да болады. Not. Бұл не деген сөз? Қараңыздар. Мен жерде бет жазайын бірінші. А тең 0 деген. Бірінші жағдай мен 0-ге теңестіріп алдым әдейі. Сөйттім да, бұны мен шығардым.
егер қарасаңыздар салыстырып нөлге тең ба? Иә, шын, true. Бірақ алдына not қойсаңыздар, бұл мына жер қанша шын болса да, бұл not керісіншесін шығарып береді. Егер ол true болса, ол керісінше жүреді да. Яғни not болса, true болса false болады, false болса true болады. Болды. Окей. Енді сіздерге есеп. Екі есеп қойдым. Мынау сізге оқылуға ыңғайлы болу үшін негізі мынау ссылканы мен сіздерге тағы да жібере салайын. Ағай, бізге ссылканы жіберіп отырыңызшы бәрін, ағай. Иә. Мына басқалар оқи берсе болады. Мынау екі есеп, одан кейін бір 10 минут сіздерге берейін талқылауға. Одан кейін жазсаңыздар болады. Өздеріңіз біліңіздер қай есеп шығарғыларыңыз келеді. Мен қазір ссылкасын жаза берейін. Сіз бұны қай жерге жібересіз? Айтқандай, сіздердің спамдарға түсті ғой. Негізі мен барлығы бұл неге жібергем? Gmail почталарыңызға жібергем. Ол спамға түсуі мүмкін. Спамға түскенде шығар. Ереке бір айтып жіберем, бір ұсыныс. Естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Мен естілмей қалды. Естіліп Сізді айта беріңіз. Естіліп отыр. Ортақ бір WhatsApp-тан ашсақ, группа. Мен оны ашам, қай кезде егер екінші сабақтан кейін ашам деп шештім. Себебі қазір мен жалпы бірінші сабақтың барлығы тегін, барлығы не болғандықтан. Одан кейін мен тек қана өзі сортталатын группа болады өзі. Өйткені қазір араларыңызда төленбеген жалпы қатысып жатқан немесе жай қызығушылық жай танытқандар болды. Түсінікті. 10 минут қана қалыпты. Жалпы қарап көріңіздер, қазір сіздерге есеп мынандай есеп. Сөйтіп, айтсаңыздар. Оны алдында есепті көрсете аласыз ба? Алдында табыр есеп болып бет. Осы екі есепті мен оқуға ыңғайлы қылу үшін мен былай қойдым. Алдында екеуі есеп, бір есеп па? Мен ссылканы жібердім ғой қазір. Қарап көрсеңіздер, неге чатқа ссылканы жібердім. Сол жерден көшіріп алып, сол жерден оқысаңыздар да болады. Және мына жерге программалау тілін мына жерге жазсаңыздар да болады. Осы жерден кейін share, яғни менімен бөлісу арқылы сіздердің кодтарыңызды мен көре аламын. Жалпы егер кім біреу оқып болатын болса, жалпы қандай ұсыныс айтады, қалай шығаруға болады, қалай еңеді. Бұлар Codeforce-тан алынған оңай есептер, ең оңай есептер болып саналады. Бірақ сіздер олимпиадаға енді келіп жатқандықтан бұл сіздерге ауыр көрінуі мүмкін. Мен сол үшін Codeforce-тан бастадым бұны. Себебі қиын болса да, яғни олар үшін оңай болса, сіздер үшін қиын болса да, сол жақтан бастаған дұрыс. Ағай, мына бірінші есепті аударып айта беріңізші, ағай, лучше біз бірге есеп көрейікші. Бірақ негізі менің нем бойынша, практика бойынша сіздер өздеріңіз хотя бы ұсыныс айтып көрсеңіздер. Мынаны былай шығарған дұрыс па? Себебі маған үйренбеңіздер. Өйткені мен олимпиада болатын болса, сіздер қинап қаласыз. Бұл есеп мен ойымша if else дейтін бар емес пе? Жаңа өттік, сол функция арқылы шығуы мүмкін сияқты. Так. Қай есебі? Жаңа слоник деп тұр. Олай да шығару болады, иә, олай да шығару болады. Былай ма, x үлкен болса 0-ден, олай болатын болса 12. Жалпы есеп түсіндірейік, есеп түсіндіріңіздер, мен есеп қысқаша түсіндіре салайын, не жерде былай айтылады. Не жерде жалпы сіздер оқыған кезде біртіндеп барлығын оқымай қойсаңыздар болады, негізгі нәрсені оқысаңыздар болады. Бірақ енді бұл жерде қысқа, мүмкін бәрін оқысаңыз болады. Бұл жерде бүйтеді. Жалпы бір нәрсе бар, яғни тіл бар, ол 8 позицияны секіре алады, 5 позицияны секіре алады. Мысалы 5 болса, ол бір-ақ мәрте аттай алады. Типа клетка болатын болса, бір точкадан екінші клетка 5 клетканың ішінде бір-ақ мәрте аттайды. 6 болып болса, 2 рет аттау керек болып қалады. Өйткені ол аттайды қай кезде 1-ден аттайды, 2-ден аттайды, 3-ден, 4-ден, 5-ден аттайды. Егер 5-ке дейін болатын болса, ол бір-ақ мәрте аттайды. Егер 5-тен үлкен сандар болатын болса, мысалы 10 деген сан болатын болса, 10 сан 2 рет аттайды. Не жерде көрсетіп қойған? 12 деген сан болатын болса, 3 рет аттайды. Есеп түсінікті ма енді? Иә. Ағай, 12 болса
Иә, дұрыс, бестен ғой, беске дейінгі. То есть ана беске бөлінсе, қалдықсыз бөлінсе деген сияқты ма ағай? Мана, который мысалға бөлінсін алу үшін 2 деление қоямыз. Қалдықпен процентпен шығады. Дұрыс. Бірақ ол жерде де бір нәрсені ескеру керек болады. Сіздер егер мен сол үшін айтпай отырмын, өздеріңіз шығарып, соны мені сіз өз кодыңызбен бөлсеңіз болады. Себебі қарайтын болсаң, мысалы 5-ті енгізген кезде біз шарт қоямыз ғой. Егер то есть 0-ге тең болса, 5-ке бөлгенде қалдық 0-ге тең болса, онда ол 1 ет деген сияқты. Ал егер қалдық қалса, егер 4 болып болса, мысалы 4 болса, 4 қалдық қалса, ол кезде де 4 қалдық болса, сондай болмай ма? Қалай болады? Иә. Ой, шықпайтын сияқты. Манағы elif дегенді де қолданамыз ба онда ағай? Олай да болады. Мен бірнеше түрімен шығару болады. Elif-пен де шығару болады. Оңай түрмен де шығару болады. Жалпы. Ағай, elif пен else екеуі негізі бір қоя? Екеуінің негізгі айырмашылығы if әрдайым бірінші бастайды. Болды. Elif пен else. Elif пен else, elif'те обязательно сен шартты жазу керексің. Elif болған else'те шарт жазбайсың. Өйткені қарап отырсаңыз, мақсаты. Ағай, біз бұл жерде мысалы бір мәнді енгіземіз ғой компьютерге, бір ғана мәнді енгіземіз. Дұрыс. Соны біз 5-ке бөлеміз. Шартымыз біз егер ол 5-ке бөлген кезде, то есть оның жаңағы біз 2 деление бүтін бөлінсін аламыз. Жалпы мен көрсете салайын, жалпы. Бірақ мен шығармаймын, мен просто бас жағы былай басталады. Мен айтқанда мен. Мен ойымша elif деген бар емес пе? Көп шарт кезде қолданылатын сияқты. Егер 2 шарт болса, if жазасыз. 5-ке бөлгенде қалдығы қалса. Міне, сіздің айтуыңыз бойынша былай деп тұрсыз ғой примерно. Дұрыс па? Жоқ, қалдығы емес, мен бүтін бөлінсін алғым келіп тұр. Ол неше рет атайтын істеу үшін мен қалдығын біз қалдығын емес, біз наоборот бүтін бөлінсін шығарамыз. Иә. Бірақ мына жерде мысалы қараңыз, 5-ті берген кезде сізде 1 шығу керек қой. Егер сіз 5-ті енгізетін болсаңыздар, ол кезде қалай қаласыз? 5-ті 5-ке бөлеміз ғой біз, ағай. 5-ті 5-ке бөліп тұрған. Ал егер 4-ті беретін болсаңыздар ше? 4 беретін болсаңыздар. 4-ті бөлсек ол қалдық, ол біз екеуінде жазамыз. Екеуінде деление жазамыз и процент жазамыз. Екеуінде шығару керекпіз. Дұрыс. Хорошо. Енді бұл есепті қоя тұрайық. Мақұл, примерно түсінген сияқтысыздар. Оңай есеп қарап отырсаңыздар. Бірақ шығарған кезде қиналу мүмкін сізді. Өйткені бұл бір қарағанда оңай емес. Қайта былай түсінікті болған. Енді мына екінші есеп қарап көріңіздерші. 4 минуттай қалыпты бізде. Ағай, соны үлкейтіп жіберіңізші, аударып жіберіңізші, ағай, орысша түсінбейміз. Жарайды. Мен былай айта салайын, мына жерде үлкейткен кезде міне. Негізгі мақсат сіздер оқыған кезде, мүмкін болса, мына бәрін бір тез оқыған кезде, мына жерден басып, мына жерде мысалын қараңыздар. 3-2-1 және 1-2-3. 1-1-1-3-1 және былай. Осыдан не түсініп отырсыздар? Мен оқымай-ақ сіздерге айтайын. Осыдан не түсініп отырсыздар? Наоборот, қарамаға кері қарай шығарып тұр ма? Керісінше жазу керек па? Жоқ, дұрыстап қарасаңыздар, керісінше емес. Мына жерде керісінше болады. Қараңыздар, 1-1-3-3-1, 1-1-1-3-1 болып шықты. Бұл жерде реверсия қолданылады. Реверсия. Сортталған кезде әрдайым ол бірден басталады. Мысалы айтайық, мына жерге мен көрсете салайын, басқа бір сан. Осыны сорттайтын болсаңыздар, жалпы. Екінші шығарып көрейік өзіміз. Өздерің шығарып көріңіздер. Жалпы менің айтайын дегенім. Үйден ойланып шығарады. Өзі басынан бастап сорттайды. Кішінен өзі-ақ басынан бастап сорттайды. Міне. Сіздер мынаны оқыған кезде, егер түсінбей, мына мысалдарын қараған кезде түсінбей. Бірақ кейде мынаның арасында тығылған бір информация болады. Бірақ мына жағдайда оңай есеп. Сіздер не алмай қайталаспай қойыңдар, бұл оңай есеп. Міне. Мен оны аудармай қойайын сіздерге. Ағай, сында бұл сортетке байланысты болды ма, ағай? Сында түсінбедім. Иә, сорттау, сортет осылай қолданылады.
Жоқ, түсініп отырмын. Мен оңай деп жатқаным ол мен үшін емес. Оңай есеп деп жатқаным жалпы Codeforces-та платформада ол ең оңай есептердің болып саналады. Мен сіздерге жалпы түсіндіріп жатырмын. Енді как бы олимпиадаға кіруге да. Көбісі сіз енді бізге сол нелерді источниктерді айтып қойсаңыз, осындай сайттар бар, осылай тіркелесіздер деген секілді. Негізі, егер мен үздік білім деген сайтқа кірсеңіздер, мен сол жерде олимпиада деген бір нем бар, плейлистім бар. Сол жерде олимпиадалар бар, сол жерде Informatics деген сайт бар, SMP-де есеп шығарған сайт бар. Codeforces-тағы да, HackerRank-та тіпті сертификат алған жерде бар. Көп түрлі сайттар сол жақта айтады, сол жақта шығарылады, сол жақта неше түрлі есептер беріледі, бірге талқыланады. Жоқ, ағай, сіздің бізде телеграмдағы чаттарыңыз бар ғой, біздер есепті шығарылмағасын, ол бізге сіз бесплатный бергенмен бізге білімді, бізге түсініксіз да, бізге не интересно, асинтр есептердің бәрін шығарып қойғансыз, 1000 есептің бәрін. Біз түсінбегесін, бізге ол қызық емес, ешқандай да қызық емес. Сол үшін сіздер енді төлем болғаннан кейін, сіздер өздеріңіз ынталандырып, өздеріңіз үшін енді білім және алайсыздар да. Құдай қаласа, менің ойым бұйыртса жақсы бір айдың ішінде уже аудандық есептерді оңай шығара алатындай. Кейін уже келесі айларда облыстық есептерді. Менде сіздің YouTube каналыңызда шығарған олимпиада есептері бар емес пе? Соларды сіздің стопқа қойып сіздің